Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге ірімшік қосылған құймақ дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, ірімшік, сода, жұмыртқа, укроп, сүт және майымызды қосып, қамырымызды әбден араластырамыз. Қамырымыз өте қою және өте сұйық болмауы тиіс. Қызып тұрған сковородкаға құймағымызды саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, құймақтың бетінде осындай тесіктер пайда болады. Бұл дегеніміз дайын деген сөз, яғни екінші бетіне ауыстыруға болады. Бірінші бетіне қарағанда екінші беті тезірек піседі. Ең бастысы, құймағыңызды күйдіріп алмасаңыз болғаны. Құймақтың әрбір бөлігін салғанда сковородканы майлаудың еш қажеті жоқ. Сіздерге осындай тез жасалатын, әрі өте дәмді болатын ірімшік қосылған құймақты жасауға кеңес беремін.